Сен қоғамға ақмақ күйде керексің. Барлық істегенді сен де істе. Көптің бірі бол. Ерекшеленбе. Алға шықпа. Қоғамға өзгеше ойлайтын адам қажет емес. Байқасан сен жаңа бір білімге талпынып, жаңа істерге ұмтылған сәтте саған ақыл айтып, артқа тартып, өз пікірлерін ұсынатын ақылгөйлер табыла кетеді. Бұл қалыпты жағдай, себебі сенің өскенін, дамығанын, жақсыға ұмтылғанын олар үшін тиімсіз. Біреу өсті, дамыды, ортаны жарып шықты деген сөз тобырша ойлайтын адамдар үшін ауыр соққы. Бауырым, тарихты тобыр емес, жеке тұлғалар жасайтынын ұмытпа. Тарихта өз атыңды жазатын кез келді.